Сумма ла тунзирун. Маған уақыт бермеңдер. Бүгіннен бастаңдар ғане. Бәріңіз жабылыңдар маған. Не істей алады екенсіңдер ғане. Мен инни таваккалту алаллах. Рабби раббикум. Менің Раббым және сендердің Раббыларың болған Аллаға тәуекел еттім. Аллаға сүйендім. Қане не істегілеріңіз істеңдер ғане деп сол жерде қауымын қорқытады. Қауымы, яғни жер бетінде бізден күшті кім бар? Біз жер бетінде қаншалаған халықтарға тиісіп жатырмыз. Бір Худ біз үшін адам болып па? Проблема болып па деп сол жерде Худты бары жабылып өлтіріп тастауға да болады ғой. Бірақ Аллахқа тәуекел еттім дегеннен солардың ешқайсысы Худ алейхиссаламның тіпті бір тал шашына да тиісе алмаған. Бұл да бір мұғжиза дейді. Пайғамбарлардың мұғжизалары өз заманда халықтарға сәйкес болатын болған ғой. Мысалға, Мұсаның заманында сиқыр дамып кеткен. Сол сиқырдан да үстем түсетін мұғжизаны жіберді Мұса пайғамбар. Аса таяқ жыланға айналды, теңізді итке жарды деген сияқты. Иса пайғамбардың заманында дәрігерлік сондай бір емшілік дамып кеткен ғой. Сондай дәрілер, қаншалаған дәрілерді ойлап тауып адамдар, қаншалаған ауруларға шипа болып деген сияқты. Сонда сол заманның медицинасы күш жетпейтін алапесті емдеу, өліні тірілту, көр соқырды көзін көрсету сияқты сондай мұғжизалар берген дейді Иса пайғамбар. Енді бұл қауымның ерекшелігі, бұл қауым күшті, сондай ешкім төтеп бере алмайтын, денелері дәу болған, великан болған қауым болған ғой. Худтың да мұғжизасы соған сай болған да. Сендер жер бетінде бізден күшті кім бар деп дандайсып жатсыңдар. Онда қане, бәрің жабылыңдар маған, мені өлтіріңдер, маған мұрсат бермеңдер, уақыт бермеңдер. Ертең деп айтпаңдар, бүгіннен бастаңдар деп Худ пайғамбарлардың бәріне сондай ультиматум қойып жатқан. Сонда ешбірі Худ пайғамбардың бір тал шашын да түсіре алмаған. Сондай Аллах сондай дәрежеде қорғаған. Худ пайғамбар бұрынғы Нұх пайғамбардың қауымына келген азапты да ескертеді, Құранда келеді ол туралы. Бірақ олар қауымы ешқандай да құлақ аспайды. Соңында жаңағы 3 жыл жаңбыр жаумайды. 1 жыл жаңбыр жаумайды. Олай айтады, ештеңе етпейді. Біздің қоймаларымызда сақтап қойған азықтарымыз бар. Келесі жыл жаңбыр жауып қалар дейді. 2-ші жылда жаңбыр жаумайды. Онда да олар қайтпайды. 3-ші жылы жаңбыр жауған кезде уже қоймаларындағы запастары бітіп, азық-түлік бәрі бітіп, сонда ашыға бастайды қауымы. Ашығып, сондай аштық келеді. Жаңбыр жаумайды. Егіншілік жаңбырға ғана байланып тұр ғой, шөл далада өмір сүргеннен кейін. Содан Худке иман келтіріп, мұсылман болудың орнына олар одан сайын қасарысқанның үстіне қасарысып, жаңбыр сұрайық Құдайдан дейді. Жаңбыр сұрайық Аллах Тағаладан деп 70 адамды таңдап Мекке жеріне барып Аллахтан жаңбыр сұраймыз дейді. Бұдан көретініміз, бұл қауым бір Құдайға сенбеген қауым болмаған. Құдайға сенетін болған. Тіпті Меккенің сондай бір қасиетті жер екенінде, Алланың үйі екенінде білген. Сөйтіп 70 адам жолға шығады. Меккеге барып, Каабаның қасында Аллахтан жаңбыр сұрауға. Содан Меккеге келе сала, араларында бір кісінің нағашысының үйіне қонақ болып түседі. Одан нағашысы оларды арақ-шараппен, күң қыздарменен сондай қонақ қылып күтеді. Олар жаңа бейші әнші қыздардың өлеңін естіп, ойын сауыққа батып, күні түнімен арақ ішіп, сондай ойын сауық құрады. Содан күндер өтеді, 1 ай жатады сол жерде. Содан жаңа нағашылар айтады, сендерге не болған? Сендер бір қажеттеріңмен келген едіңдер ғой. Сендердің жатқандарыңа 1 ай болды. Сендер енді жаңбыр сұрау үшін келген болсаңдар, жаңбыр сұрамайсыңдар ма деп оларды ескертеді.
Сонда жаңа 70 кісінің ішінде 4 адам басшы болған. 4-інің ішінде біреуі иманын жасырып жүрген. Мұсылман болған, иманын жасырып жүрген. Сол жерде жаңа кісі өзінің иманын жариялайды. Айтады: "Ей қауымым, сендердің амалдарың жойылған, сендердің дұғаларың қабыл болмайды." Неге дегенде, өйткені сендер Аллахқа серік қосатын қауымсыңдар. Сендер егер Аллах Тағала сендерге жаңбыр жібергенін қаласаңдар, Худ пайғамбарға ілесу керексіңдер, Худ пайғамбардың ізіне еру керексіңдер деп сол қауымды ескертеді. Бірақ ол қауым сол жерде қатты ашуланып, мынаған не болған деп, сол нағашыларына айтады: "Оны қол аяғын байлап, бізбен бірге жүрмейтіндей қылып тастаңыз." Сөйтіп оларды үйінде тастап кетеді. Сөйтіп олар мешіттер харамға қарай, Кабаның жанына қарай шығады да жаңбыр сұрайды Құдайдан. Сол кезде сразу Құдайдан ответ келеді. Содан олар масайрап, қуанысып: "Көрдің бе, әне, Худ пайғамбардың жолы дұрыс емес екен, біздің жолымыз дұрыс екен, біздің дұғамызды Құдай қабыл қылды ғой" деп. Одан 3 бұлт келеді екен. Біреу ақ бұлт, біреу қызыл бұлт, біреу үшіншісі қара бұлт. Содан жаңа бұлттардан дауыс шығып айтады екен бір жаршы: "Қайсысын таңдайсыңдар?" деп. Сонда ішіндегі басшысы: "Қарасын таңдаймыз, қара бұлтта жаңбыр көп болады" деп. Сөйтіп өздеріне бәлені таңдап алады. Сөйтіп елдеріне қуанысып қайтады. Бұлт артынан жүріп отырады олардың. Сөйтіп еліне жақындай берген кезде ол бұлтты бір әйел адам көріп талып қалады. Есіне келген кезде: "Саған не болған? Жаңбыр келген кезде қуанудың орнына талып құлап жатсың ғой" дегенде: "Жоқ, бұл Алла, бұның ішінде азап бар" дейді. "Саған қойшы, онда не айтып жатсың" дегенде: "Бұл бұлттың ішінде мен от көрдім" дейді. Содан бұлт жақындай бере жел есе бастайды, қатты жел тұра бастайды. Содан енді олар бірден басында қуанып жатқан кісілер Худ алейхиссалам айтады: "Бұл ешқандай да жаңбыр емес" дейді. "Бұл" дейді, "өздерің тездеткен азап" дейді. Содан бұлар қорқа бастайды. Сонда бір 7 адам төбеге көтеріліп, бір көмір жартастың үстіне мініп, не істейді? "Тексерейік қане, азап па, әлде жаңбыр ма" деп. Содан 7 адам төбеге шыққан сол екен, қатты жел келеді да алтауын жер жастандырады. Жел қатты аспанға көтереді, денелерінің үлкен болғанына қарамастан аспанға көтеріп, басыменен жерге, сондай жерге қадап бастарын мылжа-мылжасын шығарып, сондай бассыз денілген. 7-ші қорыққаннан жерге түсіп үлгереді. Сөйтіп алдынан Худ алейхиссалам шығып қалады да Худ алейхиссалам оған ескертеді: "Ей, көрдің ғой Алланың азабын, енді иман келтірсеңші" дегенде: "Жоқ". Бақытсыз адам қашан да бақытсыз да. Содан кейін не істейді? Жел қатты тұра бастайды. Бір риуаяттарда келеді, желді басқаратын періштелер болады. Жалпы табиғатқа қарайтын періштелер болады. Тауға, тасқа, желге, жаңбырды жаудыратын, бүкіл нәрсеге табиғатты қарайтын періштелер болады. Сол періштелердің бірі желге қарайтын, желдің жылдамдығын реттеп отыратын, желді бағытын көрсетіп отыратын сондай. Сол желдер дейді, сол кезде өздерінің жұмыстарын тастап, сол күні желді қалай болса солай соғатындай қылып тастай салған дейді. Сондай жел дейді қатты құйын болып соғып, 7 түн 8 күн тоқтамастан еседі. Біздің заманда үлкен торнадо сияқты сондай үлкен құйын жел болады. Үйінен шықпай тығылған адамдар бұл желдің ысқырығынан, суықтығынан барлығы үсіп, қатып өлген. Ал қажетімен шыдай алмай далаға шыққандарды жел аспанға көтеріп тұрып, баспен жерге қадап, бастарын мылжа-мылжасын шығарып, сондай аянышты халге түсірген. Одан 7 түн 8 күн тоқтамай 24 сағат жел есіп,
Күннің соңында бұл қауым түгелдей тыйпыл болады. Бұның алдында Худ алейхиссалам мен оның бірге иман келтіргендер бұл қаладан шығып кеткен еді. Сөйтіп келсе, қалада ешкім жоқ. Денелері қайда кеткен енді, денелері қайда кеткен. Сөйтсе Аллах Тағала үлкен өліксіз жейтін құстар бар ғой, дәу денелі. Сондай құстарды жіберіп, ол құстар өлген денелерді көтеріп алып аспанға ұшып, теңізге тастаған дейді денелерін. Сөйтіп Ад қауымы жер бетінен жойылады. Сөйтіп лағнетке ұшыраған, қарғысқа ұшыраған бұл қауым міне айтып жатыр. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. Біздің әміріміз, азабымыз келген кезде, Худ пен оның бірге иман келтіргендерді мейірімімізбен құтқардық дейді. Алланың мейірімімен оларды аман алып қалады. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Оларды сондай бір қатты азаптан құтқардық. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رَسُولَهُ. Осы міне Ад қауымы Раббысының аяттарын жоққа шығарып, елшілерге бағынбады. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Әрбір шектен шыққан, қасарысқан кісіге ерді бұлар дейді. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Бұл дүниенің өзінде лағнет, қарғыс олардың қыр соңынан қалмайды. Қиямет күні де. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ. Біліңдер, Ад қауымы Раббыларына кәпір болып қарсы келді. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. Естеріңде болсын, Худтың қауымы Ад Алланың мейірімінен, рахматынан алыс болсын деп осылай аяқталған қисса. Содан Ад қауымы жер бетінен жойылып кеткен арабтардың қатарына кіреді. Худ пайғамбар ең бірінші арабтың арасынан пайғамбар болып жіберілген пайғамбар. Бізде арабтан шыққан пайғамбар есімде қалғаны 4-еу ме әлде 5-еу. Ол бірінші Худ пайғамбар, екінші Салих, үшінші қателеспесем Шуайб, 4-ші Исмаил, және 5-шісі өзіміздің пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам.